Енді балалар, домбыраны біз өте қасиетті дейміз, иә? Домбыра халықтың, біздің қазақ халқының өте қасиетті аспабы дейміз. Домбыра неге қасиетті деп ойлайсыңдар? Себебі қазақ халқының аспабы. Домбырада қазақ халқынан басқа қай жері ойнайды? Қобыз. Жоқ, қазақтан басқа домбырада қай? Қырғыздар домбырада ойнайды ма? Айтыскерлер. А? Айтыстар. Жоқ, ол қазақтан басқада домбыра жоқ. Біздің қазақтың өзіміздің ғана, біздің ұлттық брендіміз, бізге ғана тиесілі домбыра. Қараңызшы, домбырада мындай қасиет бар. Егер де домбыраның май үшінші неге аяқ шалды. Аты жүрек па? Айша үшінші сазақпен аяқталды. Енді үшінші нүктеге шығамыз, аттаған екіге түсеміз. Аттаған екі. Оған да б дейміз ақ қоямыз. Б. Ол енді беске. Г. Кейінге аттаған екі. Үшпен аяқталады, иә? Ары қарай екінші нүктеге шығамыз. Қайтадан екі саусаққа шығамыз. Түсіндік па? Осынан қосылып, әуенін қосылып жаттығамыз. Кім? Сен білесің ғой, Дидар. Тағы кім көмектесін? Сен түсіндің ғой, Айша? Көмектесеміз. Түсіндің ба? Тағы сабақ Дидар айтасың. Дидар көмек көмектесін. Айша, кім түсінді? Кім ойнай алады? Ойнашы. Сыныбы ойнап көрші.
сөз беріп отыршы. Осылай жазып дұрыс па? Қапсы қалай? Ай үшінші неге бір аяқ шалды.